Асқар Сүлейменов, Адасқақ, Біржанның кейбір кездері. 1890 жыл, шілде, Жөкей көлі. Біржан Әпіш Теміртас. Мана Теміртасты жіберіп ет, әншейінде қайқы қарап шағын жалаңдатып ауыл кезіп жүретін Қалихан ұшты күйлі жоқ боп шықты. Ал Керкекілдің аз сұлысын жаз бойы бөліп жеген жуан қоңырсектің тірсек қапқан құйрығына құмалақ қысырып тұрысы анау. Үйтіліп бас, қағылып мүйіз кетерінен бейхабар. Қой баласынан мұндай қорен шығар деп ойлаған емес. Кешеден қалған таңасты сорпаны сіміріп жатқан әлгінде іргеден көрген. Енді күйіс қайырмақ сияқты. Мал мысың деген деді Біржан. Мал мысың деген? Ал ол ғой мал. Қалай? Мал. Біз кімбіз сонда? Айырмамыз, ен белгіміз қандай біздің? Ерте ме, кеш пе, әйтеуір дүние жарықпен қош-қош айтысып кетерімізді білгеніміз бе? Сол ғана ма? Мүмкін, бірақ Әпіш кірді. Құрғанда бауыздап бермеймісің? Қалғанын Теміртас екеуміз жұлмалармыз. Бірақ, не бірақ? Солай біз білеміз, олар сезеді. Сезуге керек. Қанжынның иісі бар жерге жылқының жолағанын көрдің бе? Жылқы мал мекен бірақ? Біржан қолға салмай-ақ бел көтергісі келіп еді. Болмасын лез байқаған соң жер тіренді. Сиыр қимылға да жарап қапсын ғой, деді Әпіш. Көл, деді Біржан. Құдай қылса амал қанша? Құдай? Аузыңа түспейтін сөз еді. Иә, Құдай. Әттең бала жүр. Сектен де ұят. Әйтпеген күнде қапаш-құпаш бір жұмарлап алар ем. Дауыстың жүгін домбыраға, түннің жүгін күндізге артпа, деді Әпіш. Қыннан пышақ суырды, бірақ еріне тіктеп қараған жоқ. Сиыр күйсейтін, жылқы жусайтын кезін білетін шығар. Қысқа шылбыр мен қайын қазық пен ет құмар қазақтың қысастығын қайдан білсін? Біржан жақындай бергенде кейік мінез көрсетіп, бүйірлей беріп ұра тартқан қызылсек солқ еткен қазыққа желкесімен түсті. Біржан оны бас салды да тізесімен тірсегін айқастырардай бүріп матап тастады. Анау жылы, Құдай білет, 15-20 жылдың жүз өткен шығар. Құнанбайдың немересі әміре берген қарасұр Кавказ қанжар шеңгелі қышыған қаршығадай лыпып тұр екен. Ісектің аш қолтығына тізе батырған Біржан, ал деді. Ал, қожаның ба, қожалы ауылдың ба қызысың ғой, айт батаңды. Әпіш, еркек адам тұрғанда әйел адам дей беріп еді, ол әйел адам, деді Біржан. Осы жаңа үй ішінде айтқан әзілі ентігін әлі баспапты. Ол әйел адам, ал сен қыз баласың, аға Әпіш. Ал мен білесің, қызылшымын, қыз бен діннің төркіні құбыла ғайбетте. Бұл жауап күтпей-ақ дәу танадай ісектің басын зеренді бетке бұра бергенде сыбырлаған Әпіш қолын жайды. Оң қолында қанжар, сол қолын Біржанды жайды. Сосын Әпіштің Аллаху акбары бітер-бітпесте сыңар қолмен бетін сипады да қарны қампиған ісекті қылшалатып орып жіберді. Қанжарды тежеп салмаған екен, және шеміршекке дөп түспеген бе, шапшыған қан боз үйдің іргесін қапты. Шай, деді Біржан. Сигектеген алқызыл бояудан қаңтардың аяз ұрғандай, және де кірпі көрген жыланның ысылын естігендей болды. Бір шарба бітті, деді де, сонсын қан сүмектеген қанжарды ісектің мойын жүніне сүртіп. Бірақ жан тәсілім тыпырлап жатқан бейбақтан тізесін айырған жоқ. Төстігін үйтейін бе, деді Әпіш. Өзің біл, деді Біржан, тәбетінің жоқтығын қоспады. Сонсоң Теміртас қайыңның құлын шыбығынан тоқыған ораулы шыпты әкелді. Бұл жаны жәнаттан шыққан ісектің 4 сирағын бырт-бырт қайырып беріп, қолын шайды да ішке кетті. Кәнігі қасапшылардай қанжардың сайына тұнған қанды жалаған жоқ. Сорлының асығы Құлжанікінде екен, деді ішке кірген соң. Теміртас жарып қалатын болды. Аққа береме біреуін? Әй, бермес. Бере қоймас. Тентектің әкесі тетеден шығады. Бере қоймас.
өзіңде сөйтпейтін бең? Тұрлыбайдың Нұржанына оңған сақа ұстаттың ба? Ұстатқам жоқ, ұстатпаймын да. Алсын әкесінен, Тұрлыбайынан. Әй, деді сосын Біржан. Әй, Тұрлыбай өлгелі қашан? Өлсе қайтейін? Өлмесе өмірем қапсын. Ол түгіл қалың арғынның ішінде керейі кермейқтығынан танбай кеткен Қожағұлды да аттандырғанбыз. Рас, деді Біржан, аттандырғанбыз. Бірақ Тұрлыбай сенің де әкең емес пе? Сен атаң Қожағұлдың бауырында өскенмен Тұрлыбайдың күшігі емеспісің? Қалай? Тұрлыбайдың күшігі? Бола алмайтын шығармыз, деді Біржан. Мен күшік емеспін. Бөлтірікпін мен. Қожағұл бөлтірікпін. Бала таптырған мен тапқандық емес, бала баққандікі. Ақкен Қожағұл сені бауыр етінен артық тұтпаса кем көрді ме? Қой сүті қолаңсасына қоса дауыс тұтады деп, сен ішетін, жалғыз сен ішетін балғаймақ үшін сонау Михайловкадағы бұралқыдай қыңсылап кеп ішегі майланып, көзі төскен соң түйелге шаптыққан переселеннен, Петр ауғаннан 3 ала сиыр алдырды ма? Алдырғанда қандай? Қанша жыл іштің? Бала дауысың балақтанғаннан бастап, ана ісектің қолын жалаңаштай алмай жатқан әпішке ұрын барғанға дейін. Оған нешеңде бар бең? Әй, деді Біржан түрулі іргеден. Әй, әпіш, нешемде бардым мен осы? Қайда? Қайда? Қойныңа болады да. Біздің ауылды айтсаң, біздің қойыңды көре алмай кеткенсің, деді әпіш. Төстікті қысқалау кесіп ет, қанжары төмен салып төстің айырынан қайырды. Не дейді, деді, теріні түк бетіне қос қолдап қайырған теміртас. Жай, деді әбіш. Кезінде менен күміс сұраған тайтұяқ, сол айтады. Сосын белін жаза бере Біржанға бұрылды. Гүл бала қайтатын жылы. Беу, бейбақ. Бейбағай, деді Біржан. 31-інде де адам қайтам екен. Қуандық арғынның алтайы арыстай ақтан бердісін қалың нөпір. Қарағұрым айтыста ақпанның қиыршық бүркіген ақтан бораны боп, ат көтінен сүрген қызда 31-інде қайтам екен. Қой, деді Біржан жеңімен көзін сүрткен әбішке. Жаманға бастап болғай тасығаның. Бердіс әулетінің біз жақ сағасынан үлкені Гүлжихан, кішісі мен. Ол мен дағы, мен ол. Жүзіктің өзі кеткенмен көз кеткен жоқ. Деуін, деді. Бірақ қоламтаның бір түйірі түскендей көмейі күйді. Бетпақ шоқты шала қарпып ұртқа шығарып шайнап та жіберді. Шайнап жіберіп ұрын барғандағы жасында есіне түсірді. 25-ке қайтайын алып келмейтін қандай алау 25-ке бір ғана жетпейтін 24. Әпкесі Күлжихан қайтқанда, бұл әпішке ұрын барғанда аттай 24 екен ғой. Соң араға 2 жаз салып, Ақкеші Қожағұл кетті. Гүлжиханды аузы дуалы шалдың сөзіне салып, бүкіл дуан көкөй қыз атайтын Гүлжиханды қойғанда, еңіреп жүріп әпішті ұрған есінде. Қожағұлдың мәйітін лақатқа итергенде талып қалған есінде. Тұрлыбайды көмгенде, қолдың басындай тоң топырақ тастағаннан басқа артық қимылға бармағаны есінде. Ат шашасын шалар шалмас қар болғанмен қақар зәкір аяз бар еді. Бауыр шабынан жылы бұлақ ат қитын Қотыркөлдің өзі бірақ түнде мұздан сауыт киген қыс еді. Бозамық аспандағы жыласа да күлген боп сығырайған күн есінде. Қанша айтқанмен әке деген аты бар. Тұрлыбайдың жетісіне әзер шыдаған есінде. Сол Тұрлыбайдың жетісі бітер кешқұрым сам көгенделген соң Атығайдың тағы бір жуан ауылын күтпей-ақ Жанбота байлаған кер шауқарды көлденеңдетіп Жанботаның ауылына тартқан есінде. Сонда Тұрлыбайдың жетісіне Жанбота келді ме осы? Келді ме дейді. Айғырдан басқа тірі тимеген 2 үйір қысырақты, 2 үйір ақтанау торын айдап келген кім? Сен, деді Біржан. Сен, Жанбота. Көкөй қызға бұғалық лақтырмақ болғанда сен. Кейін беріректе Ақкемнен қалған қор 500 тұяқты арғын мен қалмақтың малындай шашып, 50 қаралы жылқыны түстеп танырдай боп тотиып қалғанда, Ержан мен Нұржан Жетікөлден бекініш жасап, іргесін аулаққа салғанда,
қол үшін қиналмай берген, бір берген емес дәйім берген, айтқызбай берген, іздеп жүріп бергенде сен. Езуіңнен күлкі қашып көрмеген сен Жәнке, деді Біржан. Басқаны мақтарға бардың, өзін мақтауға жоқ екенін сенен көрдім. Ондайлар аз. Сарала қаздың құмайындай ілуде біреу. Сол мыңнан бірдің бірі сен. Кезінде көрдім, бірі Абай. Тән бойы енді толысқан, сезік ойы енді толып тоқтаған кезінде көрбем. Жыл диірмен нестетпейді. Бәлкім айнығанда шығар. Ал сен, Жәнке, айныған жоқсың. Өзіңше, деді Біржан. Өзіңше. Бала кезінде осы жөкейдің құмдауытында талай қызықтаған, осы кәдуілгі жалпақ шұбар көлбақа көң қоңызды болсын, көбелек шіркейді болсын, тіпті Дәуіттің өзін жақындап кеп, тастай сазарып тұрып тілмен сарт қабар еді. Мұна сұрауы да сол көлбақаның тілі боп, көз ілестірмей жылдам оянды. Сауал кескінді ой оянды. Ал мұның онымен қасарысқысы келген жоқ. Келген жоқ, бер жағы діттемеді, діттей алмады. Соң көзін тарс жұмып алды да насыбай искеді. Бірақ түшкірік келген жоқ. Ақкесі ойына тағы оралды. Жарықтық. Түшкіріктің өзі емес, оны күткен ләззат деуші еді. Апырай, мұндай да кісі туа береді екен-ау. Жаңа ғой сен, бала таптырғанмен тапқандық емес, бала баққандығы дедің. Әй, қанша баққанда осынша бағынға бара ма? Сен көрген, саған қожағыл көрсеткен күтімді кім көрді? Кейде сергіген боп, кейде керген боп, бірде біреуге еріп, бірде біреулерді ертіп, Ресей аталатын қағанаттың жарты қанағатына жүретін жалпақ қазақта ана оңтүстік пұшпағынан басқа сен ат шалдырмаған шат пен шатқал, қылта мен қуыс, жайдақ пен терең, құм мен шалғын кемде кем. Тек ат шалдырсаң бір сәрі, сен ат шалдырған жерге шап шалдырып жүрдің ғой. Бәрі шалдың арқасы. Расында сен көрген күтімді кім көрді? Қазақ қасқа күтімнің үлкенін алдымен қыз бен үкіге еншілеген, соң жасы ұлыға, соң атына, соң тазы бүркітіне, соң тағысын тағыларына. Сен қыз бен үкіден де асып кеткенсің. Сен үкіні қызылсыз, қызды жасаусыз қалдыруға дайын қақпассың. Ер тоқымы бауырына ауған қыңыр асаудай маңып, қара үзіп қаңғып кеткен тұстарда болмаса, Ақкең саған не істеуші еді? Бамдат намазын алалдап алған соң, жебе жетпес жердегі ақ отауға жетердей қып дауысын қырнамас педі. Сонда қалың тәттіні қабаттап көріп, қалың ұйқыда жатқан әпіштің кейде байқамай, кейде байқамағанға сайып, санынан басып атып шықпайтын бедің. Шалдың сондағысы бірақ шаруа. Петр емес, Көкшетаулық басқа бір переселеннен 2 жылқыға түскен 7 түйе тауықтың 3 жұмыртқасын аш өзекке ішкізу. Дауыстың жаны мәйек пен балғаймақ деп қанша айтты шал. Көп айтты. Бірақ адасқақты естімей-ақ кеттің-ау, Ақке. Естімедің. Жолыңның бір болмағаны осы. Жамбас сипарды да естіген жоқсың. Пар жектімді де, гауһар тасты да. Жо, естімедің емес, ести алмай кеттің. Сен бардағы менен шыққан әндердің айғасқасы жонып алды болатын. Айғасқасы ма, ай төбелі ме? Сорлай, ылғиында өзіне қарсы қиғаш отырғызушы еді. Мен дауысты сәл ғана бұқтырып ыра көтере бергенде, ет жеңділігіне қарамай тез тұрып кететін. Білем, ашуланғаны ол. Шыңғыс төрінің 4 жерден аспалы шам ілген ақтас үйінде кебіске қарамай мәшшең шығып кеткен еді. Айғырдың өзіне жүк болатын салмақты тайға салдың, бұл бетімен дауыстың түбіне жетесің деген еді ол. Сол болатын. Ашуыңды жұтқаның болатын. Бақыт намаз, сал бейнамаз деп Абай айтушы еді. Діндарлығың маған дарымады. Соның есесіне осы бүгін қоңыр сектің құлжабасы дастарханға келгенде, әпішке мақамдатып тұрып Құран оқытпасам, ап келі қолың, деді Біржан.
Мен қызылшымын, сосын бәсшілмін. Егде тартқанның құлағына жақпас бар алдыңғысын тартпай-ақ қояйын. Менің іштей таратқанымды естімей-ақ қой. Ал бәсшілдігімді ұмытпа. Мен бәсшілмін. Ал ана іштен шолақ туған қызыл төбеттің аты Таймас, деді Біржан. Таймас қанша қарбас досы? Оннан асқан шығар. Бір жылда 4 жасайтын болса, бұдан 20 жас кіші екен де. Апырмай, өлердей зат өзі. Жан қаланбасын деп еменнен шапқан ит аяқта қан жылыды, оған тиген жоқ. Темір тас без лақтырды, оған тиген жоқ. Кесіп өкпеден тастады, оған да тиген жоқ. Баланың ас лақтырғанын тас лақтырғандай көрді ме, наразылығын айрандаған жанарымен ғана аңдатып сәл әрі арырақ барып жатты. Бірақ алысырақ түскен безі төңіректеп көн-қарға дауыста берген, артық қимылға да барған жоқ. Әккі қара да түк көрмеген боп, күл қоқысты, ошақ маңның тазалығын шола келген боп, балуан талтанға сап арлы бері біраз сенделіп, жемтікке қарай ұмсына бергенде ғана алақанымен жер тұрды. Шаң бұрқ өтті. Сауысқанның бөлесі қанат қақпады. Екі секірді де сергін шақырғаны ма қарқ етті. Аяғының астындағы өтке пысқырмады да. Нәлеттің сезегенін қараш, деді Біржан. Малдың ішіне кіріп шыққандай өттің ет емес екенін қайдан ғана біледі екен? Таймасты неге ауыз қалды? Тұрылбай екен ғой. Сол ауылдағы қатпа қаншықтан шыққан екен ғой. Иә, сол Тұрлыбай. Ауыл қайда еді сонда? Ауыл дәл осы отырған жерінде болатын, деді Біржан. Ауыл емес, сенің ауылың емес, оның ауылы, Тұрлыбайдың. Шал сонда астан қайтты ма, тойдан ба, білмейді. Мол нөпірден жарылып шыққан шағын топ ат басын Сарыслаңның дәл осы бүйірінен тартқан. Басқалардың не жеп не қойған есінде жоқ. Оларға байтал сойған шығар. Шілдеде кебенек келгір жақсы. Тек етін тобарсытпау керек деп отыратын ақкесінің туша сойдырғанын ұмытпапты. Тұрлыбайдың ас үйі ана Арқандаулы Кергекілдің тұсында еді. Соның сол жағында ма таяқ тастам жерде отауы, ал ас үйдің оң жағында жалшы Жақыбайлардың екеу ме, үшеу ме құрым шайласы. Ал сәлем жайы сәлем жайы дұрыс, онысының алдында бір топ жабайы жиде бардын. Жатыр әне, Таймас қасында жатыр, діңгегінің жұрнағы жатыр. Аша тұяқ атаулыда ешкінің даусынан ащышы жоқ шығар. Дауыс ащылықтан алдына жан салмайтын доңыз. Күйіс қайырмайды демесең, аша тұяқтан доңыз, ал адамның арғынынан жарылғап берді. Бірде Жәуміт торының атасы Қарабайыр қисық-құйыр құлыны шайнап өлтірер жылы. Көкшетауға базаршылап барғанда, ұлы қаланың қақ ортасында сұмдық бір шыңғырыстан Ақкеңді ат алып қашқанын білемісің? Шекесіне шеге қаққандай шыңғырғаның шошқа екенін білгенде шалдың езуіне ертеңіне шыққан ұшықшы. Құдая тоба, Тұрлыбайдың сондағы қылығын әлі түсінбейді. Үлкендерді мауытым екен, жасыл дөдегелі ақ үйге беттеген есінде. Өзінің тізгінімен сүйеп отырмасаң, домалап кетердей ағатын сұр көжегін қақсал ат айғырлардан жырақ апарып, талма терекке байлап, тұсамыз салғаны есінде. Алатушаның бөрі тартқандай бақырған есінде. Бұл сылыңғыр ақ жеңгесімен жөн сұрасып жатқанда, бір қатының ойбай әкетті деген жан даусы, аузында шарбы тегеннен теңгілгендей зытып берген ұзын бел бұралқы есінде. Сарымай еді, атаңды жау алғыр, қайтар атаңа нәлет, қайтар деп қалшылдаған Тұрлыбай есінде. Екі данышпанға қосылып, сұр көжекпен сен де жосылғансың. Орманға жеткізбей қайырғанда сен. Бой тасалар жер таппаған соң, құрыш шайланың біріне қойып кеткен дүбәрәні қозы көтергендей аш қолтықтан қысып алып шыққанда сен. Алып шыққаныңды айтпай-ақ қояйын, неге қайтардың? Сондағы көзі ай бейбақтың. Адам туысы өзіндегіні өзгеден көргенде әсіресе таңғалама. Желкесін кеудеңе сап,
төменнен жоғары адамша телміргенде дір еткен жүрегің болды ма? Дір ететін, дір етпейтін екі жүрек жоқ, жүрегің дір етті ме? Әй Тұрлыбай, ай, арысыңды жеп, арыздығыңды шашқан жоқ. Сорлы қаншықты ана бір күжғара алагөз жалшыңа буындыртып қойып, жұмсақ қарынынан жоғары қарай тіліп түстің ғой. Қаптесердей боп қалған 4 күшігі бар екен. Иттің өңешіндегі 3 жұдырық майды шайдырып жатқанда шалда келді. Ештеңе сұраған жоқ. Жайрап қалған сорлыны көрді де, мамадағы қара көкке қарай аяңдай берді. Ере келген тобына да қарамады. Ау Тұрлеке, сондағың не сенің? Сақар қайнатарға май жетпес педі? Бүкіл ашамайлы әулетінде жоқ мінез еді. Сондағың қай қонасалық? Жоқ әлде біз емес, Құдайдың өзі өз барқытынан сенің қарақан басыңа арнап тігіп берген тақилет тақиясы ма? Бірінің бүлдіргені бәрінің бетіне шіркеу болсын деп Құдайдың істегені шығар. Өй, ондай Құдайыңның әкесінің аузын, деді Біржан. Құдайда әке бар ма бірақ? Анау жүні қырқылған төстікті шабыққа шаншыбап әрі үйітіп, әрі пісірмек үшін от қамдап жүрген әпіш келінінің айтуында Құдайдың ізбасарының пайғамбар әлейхиссаламның әкесі бармыз. Оны пайғамбардың әкесінің барлығын қағынып қайдан біліп жүрсің десіп, қиссадан оқығанмыз. Оны әлі ұмытпаптымыз. Қиссаның аты Сияр Шәрінміз. Жазу арабша, тілі шағатайшамыз. Оны бұл әпіш келіннің түсінедіміз. Маған бәрібір, деді Біржан. Мүмкін бар болса бар шығар. Әлбетте, баланы күлге аунап таппайды. Мұхаммед пайғамбарды айтам. Ал Құдайдың әкесі болмаса, дәл өзінің аузын көздедім. Сенің Құдайыңды айтам, көк соқыр Тұрлыбай. Соқты ғой ақыр. Көктің көзі болмаса, сал буырынан қайтқан оның ішінен жасын неге ғана сені тапты? Сосын қаңтарда да жасын түсе ме? Бірақ жастығыңды ала кеттің. Ақкем бір жамбы, бір тай тұяқ қалған бурыл жәумет бірге кетті. Бұл орайда сені көк соққыр емес, көк соққан десе орай. Солай, көк соққан. Ит өмір-ай десейші. Аз болған мен түстіксіреп бір уыстан шыға қалған арғынның тізгін үзіп, желге қарсы сиырлерін мамыққа жайғап қойып, сары қаншыққа сонда көрсеткен кісілігің алдымнан қанша шықты? Жо шықты емес, неше рет шықпады. Шыққанын санасаң саннан жаңыласың. Қанша рет шықпады. Тәубесіне әлі күнге келіп жүр. Сараға жетпегені қандай рәт болған. Уәж бен дәлел, дәлел мен дәйек, қойтастың өзін жаңқадай ойнатар селден де, сел бетпақтан да жаман. Өзің қанша отауыз болғанмен, ол кеп ит сойдырып ішінен шарбалдырған сал Біржан жан әкеңді нестемекпін десе, нестерің? Сағынайдың асында ат үстінде, ат үсті қақтығысып қалған әл ақындай бүкіл алашты. Алашты айтасың таудан келген қырғыз, құмнан келген түркімен мен қарақалпақ, гүлзары бақтан келген өзбектің ат намынан нестемекпіз дегенде, нестемекең? Әкеңнен айналып қана кетейін Оязай, қоңыраулатып кеп қалғаның қандай абырой болды. Ішінде әлі де бар, қарағұрым дүрмек қоңыраудың сыңғыры шыққан жаққа лап қойғанда, пәуескеңнің доңғалағынан сүйеге сәл қалдым ғой. Иненің жасуынан, балтаның сабындай суық өткен сары қаншыққа сен жасаған сол қысастықтың арқасында мына желке талай рет, әсіресе Сағынайдың асында, Паң Нұрмағамбеттің қан жайлауында үзіліп кетуге сәлақ қалған жоқ па, көк соққан? Жас қатын мен қызға, ас суға кезегі келсе ғана әпішке тиіп жүрген мына ерін, пәуескенің ізін өбуге айналғанда қырғыздан немді аяйын. Сенің де әкеңе ырзамын, деді Біржан. Ешкі өлмеспен қырғыздың арасы тірсек пен тұяқтың арасында-ақ. Хас еркектің ауыз беріктігіне сап, әлінің шыжғырмасын ел жұртына жеткізбеген ғой. Сара да, сараның төңірегі де құлақтанбаған.
Әйтпеген күнде мен бейбақ жиен құлдың құнысын жазардай боп шаңғылдап тұрғанда, алдыма солаң еткізіп сарғаншықты тастай салса, мені марапаттап ертіп барған тарақты Аққозы мырза қатпа қаралақ боп маңырап жібермес пе еді? Әкеңді қысып бір құштым бір туған қырғыз, деді Біржан. Қайта айналып жүреміз бе? Реті кеп қалды. Аяшыңды да атаңның көріне қоқи. Әріде болғанмен бояуы сіңгенді алашаға төгілген сынаптай қасықпен жинап, әрі қиналып, әрі қызықтағанды ашуға боялдырып еді. Сатырлап жанған от үстіндегі қаңсық қазандай тас қуыруға даяр еді. Қырғыз тобының сөз тасымағанын қайтадан қайырып зерделегенде от та бұқты, ашу да сөнді. Біржан сонсоң жағасы, жең жиегі, қалта аузының түгі түбінен қырқылдаған масақты бешпетінен шақшалып, мол атым Насыбайды тастап жіберді. Бүгіндікке қол қатпай, тәк-тәкке салып келіп кезіккен соң ба, сілекей үйірілер үйірілместе жоқ еді. Соңғы кездері зайыр сезіп жүр. Лез жеңілейгенін тез байқады. Салмақ азайса, ол да сор. Үзілерменге келгенде салмақ кеммей ме? Кетшер, деді Біржан. Ошақтан үйітілген құйқаның иісі келді. Шоққа тамған төстік майдың быжыл естілді. Алыстан қара шалдыма таймас орнынан тұрды. Кім екенін, не екенін айыра алмағандай зеңгіп, ұзақ қарағаны болмаса үрген жоқ. Шыдау керек ет, деді Біржан. Пілдің аузынан ойған, шәуешектен жанбота келген шақша мынау, ақшаңдамай әлі де шыдау керек ет. Аршаңқыған ыстық төстікті қарпып алып, бір аққұман шайды тауысып, екіншісін еселей бере жымқыру керек ет. Өзіңнен көр, ата сақалың бозарғалы қай заман. Қашан көрсе екі иығыңды жұлып жеп құтырынып отырғаның. Бұрынырақта Ақкең үлкен ауылға аттанбай тұрғанда, семіз биенің бүйрегіндей салмақтауға келер сарала сабырың бар еді. Ол да ана Нұржанның көк аласына кірме боп жүрген үш үйір тұяқтай ұйпаланып қалды. Енді оны да құртып тын, деді Біржан. Мал демес сабырыңды, құрту саған пішту боп па? Мал құртуда, мал шашуда сенен асқан мәстер боп па? Болған шығар, бірақ жоқ. Қазір жоқ. Бұл өлкеде жоқ әйтеуір. Мал шашуға мәстерсің. Ол аз десең, ән шашуға да. Қалай? Ән шашуға деймін. Шашқан деп көзін таппай жұмсағанды айтады. Қайтымсыз, қайырымсыз кеткенді айтады. Оқпан сорған судай құрдымға кеткенді айтады. Із тоссыз жоғалғанды айтады. Басқаның намында жүргенмен беліңнен тамған есті балаға сырт көздің көзінше жағашпағанмен ішіңмен уылжып тоғаясың ғой. Басқаның қанжығасында кеткен әнде сол. Беліңнен тамған нышанды бала. Арамзада емес, өз задаң, бекзада. Жарылғап бердіге өз қолыңмен сап берген Сұржекей мысалы. Түбі айтады біреу. Әй, осы соның Біржанның қияқ емес пе деп айтады біреу. Оған опынба. Балағанда қайтым бар. Бар деп кесіп айту қиын шығар, бірақ болу керек. Сонда не жемексің сен? Күлтелете бергенше келтесінен, құлақ түбі желкесінен қайыршы демекпін. Қайыршы демесің? Иә, не құлағын кезденіп қалған ба? Қайыр? Ал қайырайын, деді Біржан. Қышуыңа тырнақ салғандай болса қайрайын. Бірақ мынау қызық болды, деді сосын. Сауалдың да өзіңнен өріп, жауаптың да өзіңнен төлдегені қызық екен. Дей тұрғанмен таңданатын түкте жоқ. Істі болып қазақтың биінің, ұлықтың сотының алдында бармаған, терлеуге түспеген адамның қақ айырылып, өзімен өзі айтыстып қақсағанда жүйе бар. Ұршықтың жамбас ұяға тығылғанындай жүйе. Жа, болса болар, деді Біржан. Не қайырды сонда? Байланған әндерді емес, санда жоқ әндерді айтады екен ғой. Ойына бейсәт бейуақта оралатын, түсіне түнде кіретін, омбының үйлеріндегі қандаладай шағып оятатын, қақаған қыстағы түсік қоздай маңырай алмай кеткен әндерді айтады екен ғой. Жалқаулықтың арқасында домбыраға түспей, көмейді қаппай кеткен әндер.
аяғынан айырылған сол аяқ, жоқ аяқ, 12 мүшесінің ішіндегі ең керегі боп көріне ме сондай әндер? Болды ғой, кетті ғой сондай иттік. Жалқаулықпен сен ит пен итаяқтай жақын болдың ғой. Ал болдым, бір емес көп болдым. Абайдан естіген ит жеті қазынаның бірі, жалқаулықтың көмегімен ызым қайып жоғалып кеткен көп әндер бәлкім сол жеті қазынаның біріне берген зекеті шығар. Онда не тұр? Ал тұрмай-ақ қойсын. Бірақ соныңа қысыламысың өзің? Аянкес әртістікпен емес, қапелім қырсықта атасының алдынан шығып қалған келін боп қысыламысың? Жарайды, деді Біржан. Құрыш өзің. Ал қысылдым. Ал бетімнен отым шықты. Бірақ қалған әндері жетпей ме? Алғандары мен жоғалғандарына пысқырдым. Қалғандары менікі ғой. Менікі Тұрлыбайдікі де, жалпақ жабы қалған қазақтікі де емес, менікі Ақкем екеуміздікі. Енді мазалама. Дастарханды далаға жаймақ, деді Теміртас. Қашан кірген ей бұл? Аяқ жағында отыр екен, қазір көрді. Кім? Анауың. Кезінде күміс сұрапсың ғой. Күміс нес? Төстік суып қалады, деді Теміртас. Деді де қолын созды. Біржан қырғыштай баланы жұлып алам ба деп еді, ол бір қолымен керегеге жармас демеуге жарады. Мықтысың ғой өзің. Қожағылдан тарасақ өлеміз бе, деді Теміртас. Мана ісекті тәркілерде төңірекке назар салмап еді. Осы шыққанында байқады. Қаймағын алған сиыр сүтіндей аспан бар екен. Жұмсақ көксір аспан. Ұйқы басқан ба, ой кешкен бе? Сарысылаңның тұнжыраған жынысымен жер ошақтан шаншылып шыққан түтін бар екен. Ит аяқты да көрді. Бауыр боп үйіп қалған бауыздау қанды. Таймас тұмсық батырған түгіл жаламапты да. Иттің жүйкесін сонар мен еттің исі, жас еттің исі әсіресе қытықтайды. Бәледен аулақ болайын дегеніме, қан иесі де томпиып аулақтан, кер-кекілдің қасынан байқалды. Жамандатқыр тигендей оның да төрт аяғы серейіп қапты. Ұзақ түн ойнаққа салып түс ауғанша ес алатын байдың баласындай ұйқышылын тарпаң боп кеткірдің. Сол баста бейбақты бекер піштірді. Тақым тұяқты ел кезектігі жақсы қасқаны тәттінің дәмін енді алып келе жатқанда бекер қинадың. Ел кезек адам ұрыншақ. Аллаға жүрер төрт аяқтың ішінде жылқы, жылқының ішінде әсіресе айғыр солай. Ал үрейден үркпейтін ұрыншақтың ылғиында болмағанмен, алары да, шалары да көп. Ақты жарды тыңдамас, салған бетте ор болсын, орман болсын. Ұрып кетер жырынды да, жырындының ұрды да аттан емес, айғырдан. Не піштірмеу керек ет, не үйірге салмауын керек ет. Сен оның енін сылған жоқсың. Жанарындағы жасынын жайратып, жүрегіндегі түгін қырдың. Қалда не, қолы кесік мерген боп. Тілі кесік әнші десең де келіп тұр, деді сонсың. Аузын шайып жатып, тілінде тістеп көрді. Бірақ екінің бірінің, не оның, не менің пышаққа түсуіміз шарт болған жоқ па? Ай дала ала түзді, жалғыздан жалғыз келе жатып топ жылқыға тізгін сүзіп ол, көз ұшы, көз шетіндегі жаулыққа сен кісінесің не болды? Сүбіден сабылып кеп бірің сұлыға, бірің ет пен беймаза қосқан қымызға мелдектеген соң, түнемелдің алдында ақ бұлың ыстық демге сен ұлпа сауыр жібек жалға ол оқырынса не болды? Екеуін пар қосқан екен дейді де, атаңның атасының атасын. Қай жылы? Жаным шықсын білмедім, деді Біржан. Жылын білмеймін, ал шілденің шыжып тұрғаны хақты. Шілде болатын. Оның арқа құйрығы, сенің шынтағыңмен тізең жаншыған, қоңырбаш жып жылы болатын. Оның дедің, оның кім? Жаның тағы шықсын, деді Біржан. Оның сол, соның өзі. Жанботаның нақ кенже нағашының нақ қызы. Білектей бұрымына қол батпайтын. Теппе төс, сықпа белемес бет. Біржан ағама арабы боздың өзіміздің қазақы шабдардан туған құлының көрсетем деп алып шыққан сол. Томаға танымас еркек шора емес бет. Бірақ құлын көруге уақыт болды ма? Суылықтың екі жүзінен өткізген шылбырды белден байлап жатқанның өзінде
қалың биенің қабат қатпар жұпарына тұншыққан кергекіл сүйреп кете жаздамап бет. Құйрығын шаншып шығып, қадау белгі тастап тарпынумен тартынған арабы боздан айналып кетпеймісің. Иесінің қызымен ханалшы ойнап сен жатқанда, кергекілмен ол таласса көресіңді көрерің. Ойбай жым, деді Біржан. Ақкөз пәленің өзі келе жатыр. Шоққа қақтаған төстіктің қасынан шала піскен бауырымен күлге аунатқан күйелеш қос бүйрек пен өкпенің жартысы шықты. Тәбетің ашылсын, сал, деді әбіш. Қолын сүртпеген Біржан, майлығын қайда, темке деп еді. Майлық тамақтан кейін берілген, тамаққа дейінгіні сулық дер болар, біке, деді Теміртас. Апырай, осы тілмен жағыңа сүйене беретінің ай. Қожағұлдың баласы Біржан салдың өзі үйретсе өлеміз бе, деді Теміртас. Жә, мен қойдым, сулығын қайда сонда, деді Біржан. Қой десеш, мынауыңа, деді сосын әбішке. Қой-ай, мынауым, деді. Әбіш дастарханға тұздық қойып жатып. Дәу қара табақтың қасындағы шағын қоңыр зерен дәу саулықтың бауырындағы қозда елестеді. Сулықты тізеңнен сұра, деді Теміртас. Сонсың бір жұтынып алды да, жемейміз бе мына атауымызды, деді әбішке. Баста десе анауыңа. Анауым, әй бастасай, деді әбіш. Мана екеуін жын қаққан шығар, деді Біржан тізесінің астынан сүлгі суырып. Ақ торғын көйлегі бар еді. Сахар сабынға қағаздай боп жуылған соның жең екен. Басқа шүбірек құрды ма, деді Біржан. Сенің ескіңді өз қолыммен, өз көзіммен тоздырам, деді әбіш. Мен өлген соң өзің біл. От тапсың, деді Біржан қазанға кеткен әбішке. Түрпідей сөзді Майтозанған айтты. Бірақ оттағанға ойып бермек керек. Қайсысынан қырқайын, әбішжан? Етті қырыққан сенен көрдік. Қырыққан түгіл етті түтіп жейтін қырғыздармен табақтас болғанбыз, деді Біржан. Оның үстіне ақын шалыс пен батыр шалыс дей береді. Пышағым қайсысына құда түссін, ақ әбіш? Қара темірдің айттырмағы төстіктің жартысы, бүйректің бір жарымы, бауырдың 3/2, деді Теміртас. Обыр демейін, сен ит мешкейсің осы. Өзіңнен естігем, иттің тегін адам білсе, адамның тектісін ит таныған. Ағамыз Тұрлыбай болса өлеміз бе, деді Теміртас. Біржанға емес, тағы бір қасқа әкелген әбішке қарап айтты. Жылы қанын сорғалатып, бауырдан бір кесіп, майын сорғалатып, төстіктен бір кесіп, күлін үріп ап, бүйректен бір кесіп, пышақ үстінен ытқытып жіберіп, сарымсағы күрт тұздықтан енді ұрттай берген Біржан күлкіге тұншықты да шашалып қалды. Шашалуын шашалды, енді түйілді, деді әбіш. Екі желеу бір сылтау, қордаланып қалған өшімізді алып алайық. Ұр желкеден, Темір. Ойбай, түйілмейм, деді Біржан желкесінен басқан әбішпен қолына сулық ораған Теміртасқа. Бәрібір, деді әбіш. Көсеген көгерсін қоңыр сек. Ұр, Темір. Нағашы жұртыңа маған дейінді көп барған. Бұл бір орайда екеумізге де жезде. Ұр, деді. Ойбай, белім, деді Біржан. Ұзын тұра баласын қапсырып алдын алды. Тамақтың өтетін жері белемес, деді әбіш желкесін сығып жіберіп. Қап сеніме, деді Біржан. Тұра берген әбішті 10 шеңгелмен қарасаннан қатты қарпып қалды. Әбіш дір етті, бірақ тартынған жоқ.